Şabakla ana püsür basa. Oy berekede. Oy berekede. Ey berekede. Rahmet geceke Melekey. Әйтеуір апасымен жездесі халықтың көршісін екен екінші жүзігі табып жатыр. Анда енді бір-бірімізге зайыпты болдық деген енді семене байғыз сен былай тұршы. Қайта айтты жалып жүрсің, қызғанып жүрсің бе әйтеуір бүйтіп көрсетпей. Мен айтып жатсам бүйтіп ұрлап бересің әйтеуір. 2 жас бақытты болсын деп енді Астанаға барғасын деп жаңа квартираға ақша жетпей қалды деп ломбардқа тапсырып жүрмендер. Бұл енді өмірлік нелеріңіз ғой. Сондықтан да 2 жасқа бақытты деп қошемет шабаны ғой. Ондарыңызға жайғастырып дайындап. Рахмет, бір шапалақтарыңыздар. Рахмет. Ана енді мына жақта не сөйлетпейді, әйтеуір ана жақтан өлі айқайлап тұрады екен боковойда. Тоқ-тоқ деп. Ал енді мынау құдай-ау администраторлардан боқ бөлек бақытымда керек. Ал енді мынау жастарымызға деген тойлары дайындаған 2 жасқа деген тәтті-тәттіміз торт деп айтып жатамыз ғой. Соны мінекей әкелуге рұқсат етіңіздер деп жатыр. Ал енді мынау жастарға арналған тортымызды ортаға әкелуге рұқсат деп бір қошеметтер отса, тортқа да шапалақ ұрады болып қой қазір. Ой, бәрекелді. Ай қозы, сынба. Кәнеке бай болса сымбат келіңіздер. Ой бәрекелді. Тез жүрсеңіздер уақыт жоқ бияқта. Бірақ енді негізінде ойлап мен тортта былай бөліп береміз ғой деп. Оған енді былай көрсеңіздер екіміне алып келген екен. Баяғыда осы қалада той жүргізіп жатыр, осы тортпен ана 2 жақ ата-анасын шақырып торт жегізгенде бір шал айқайлап андағы не масқаралардың деп. Бірінші атасы мен әжесі шәйменге жатып ауыздан торт тыққан десте. Сол сияқты болмасын. Әйтеуір сонда да мына кісілер шақырып тұрғаннан кейін сымбаттың ата-анасын ортаға шақырсақ, мына жақтан Әли апамызды ортаға шақырсақ, қошемет шапалақ қояйын. Кәнеке бір шапалақ ұрып қой, құрметті қонақтар. Ал енді бүгінгі осы тойлар дайындаған тәтті мына тағамыздың бірінші осы ата-аналардың ауыз тиді деген номымыз ғой. Сондықтан да енді мына бірінші Байқозы бауырым мекана бейкіммен бет-бетіп турап ата мен енеңге бір тамаша бір ұстап тұрып үлкен дүние болды. Шапалақ ұрып отырайық, бұл енді құрмет қой ата-аналарына деген. Ай бәрекелді. Ауыз сөйтіп шапалақ ұрып отырыңыздар мінекей. Ата-аналарына құрмет жасасыздар. Ой бәрекелді.
Балама бердіңіз бе? О, сен бала тез екенсің. Енді мамаңыз да беремезсіз. Сағат ренжіп қалады ғой. Ой, бәрекелді. Мінекей. Енді сіз келіп өз қолыңыздан тіліп. Сенің үшін қолына түсіп кетті масқара. Қандасы экономичнегі шән қана тұрады өзі. Ой, бәрекелді. Ал енді мынау анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, ақшасы бар адамдар түнемелі картөлей дейді ғой мінекей. Анасы, енді анасы ғой енді. Бір әдемі өз қолына бір дәндіден ауыз тетті бір қошемет шапалақ ұрып отырса құрмет қалақта сымбаттады. Ой, бәрекелді. Рахмет. Қалған өзіміз жейміз ғой қазір. Или пакетпен салып алып кетеміз. Мынау шампан 2 жас. Ол кісілер мынау деп отыр. Түсініп қалдым. Рахмет. Ал енді қалған осы тойлары қонақтарымызға сіздер үлестіріп бересіздер. Ата-аналар сіздерге де көп рахмет. Қошеметпен орындарына жайғастар. Сіздерге де рахмет. Бәрекелді. Қошемет оқып қойыңыздар. Жанайында тек беріп атқан кезде бізде енді кінә жоқ, бізге тойлері қалай жазып береді, солай оқып береміз. Бірақ енді сонда да тойлерден кешірім сұрап, жаңағы әдемі ақ тілекте, мана айттым ғой, тілектің өзі бұдан гөрі ажал сияқты деп, біреуге ерте, біреуге кеш келеді дейді, оған енді ренжімесіздер. Сондықтан да жаңа бір әдемі тілекте, апа жезелер деген тілекте бір апамызбен жездесі қалып қойған екен, сол апаларымызға тілек кезегін беріп қойсақ. Апа жездесі Дүйсен Кашира. Ой, бәрек, апам өзі айқайлап шықты болмағасын. Қошемет шапалақ ұрып қояйық. Ренжімеңіздер. Ренжсеңіздер бетіңіздер. Жоқ, ешқандай ренж жоқ. Мына әлия мені білген ғой, кейіннен құда болған. Ал енді құрметті той иелері, Нұрлан, Әлия, Жамал, мынау енді болған тойлар құтты болсын, екі балалардың бақытты болсын. Арқасында құрметті жаңалықтары жанға толсын, сақтымалға толсын. Арқасында осы дастархандарында жаңалықтарында бірыңғай той болып, ағайын туыстарым осындай қуанышты дастарханға жиналып бас қоссын. Ал енді мынау жаңадан болып жатқан құдалар арқасында қадамдарыңызға гүл өтсін. Сіздерде де осындай той болып, ағайын туыстарыңыз тойға жиналсын арқасында. Қосымша бір айта кететін мынау көптен бері кездескен жоқпыз. Көкемді апайды екеуіне ерте кетті. Бірақ мінекей ұмытпай ол кісілерді ерте кеткенмен әлия осындай апа жезделерімді, ағаларымды, нағашыларымды тегіс еске алып, осылар бар екен ғой деп мінекей әке көргенімізді, шеше көргенімізді істеп осындай той жасап жатқанға көп рахмет. Бірінші рет келіп қожалғанда тіпті кім екенімді білгенмен әлиямын дегенде таң қалдым. Менің өмірімді қайдан алып кірді. Рахмет мінекей. Әрқашанда бақытты бол, балаларың бақытты болсын, сол көрінген қараларын, қуаныштарын көріп, Құдай жазсын. Той болсын. Ал құрметті Төлебай ағаның балалары, бауырларым, бүгінгі тойға жалғаса берсін. Мына бір балам екі болып жатыр. Өмірде құрған отаның шаңырағы екі болсын, қостағасы берік болсын, іші жанға сыртымаға тұрсын. Келген құдалар қадамдарыңыз құтты болсын. Өмірде бақытты болыңыздар, балаларыңыз екі жаққа бірдей болсын. Жақсылық болсын, әрқашан тойға жалғаса берсін. Ой, бәрекелді, рахмет. Апа жездеріне бір қошеметтеріңіз. Көп сапар, рахмет, көп рахмет.
Ал енді бір тілек топтастырып жібереміз. Ренжімейсіздер. Ал енді мынау келесі тамаша тілегіміз мынау айтады ғой. Қасапшыға сөз берсең, пышағымен қайрағын айтар. Шаштаразға сөз берсең, қайсысымен тарағын айтар. Мұғалімге сөз берсең, оқымайтын балаға екіні қалай қойғанын айтар. Асабаға сөз берсең, сәлде болса ойланып айтар. Ал бүгін осы тойға келіп отқан жиендерге сөз берсең, нағыз сөздің қаймағын айтар деп, бүгін осы қуаныш тойға келіп отқан бір топ жиендер келіп отыр екен. Мынау айтады ғой, Алматы еліміздің бас қаласы, Астана еліміздің жас қаласы, Қостанай алтын дәннің астанасы деп. Мінекей жиендердің ішінен Қостанайдан ат теріп келіп отқан Бәтес жиені, Кенжеш, Айбол, Алмас, Жұман, Бақытгүл дейді. Осы есім аталған бір топ жиендерді бір қошемет шапалақпен ортақ шапқайық. Шапалақтарымыз. Жиендер Бәтес, Кенжеш, Айбол, Алмас, Жұман, Бақытгүл. Әлия Нұрлан, мынау тойларына шақырғанда сондай қуанып, міне осы қызымға ортақтасайық деп келіп отырмыз. Байғозы Сымбат, біз Төлебай нағашымыздан қызынан сендер туасыңдар, ал апасынан Жылқыбай, Кенжеш, сол Жылқыбайдың жолдасымын мен. Сонда мен де сіздерге, біз сонда бөлек боламыз міне. Біреуміз қызынан нағашымыздың, біреуміз апасынан туып отырмыз. Болсын, міне тойларыңыз тойлы болсын, балалар бақытты болсын, өгілі болсын, осы әлі жарсын, осы балалардың қызына тоймай, бүгін қазіргі үлкен кісілердің жасы 90 болады деп отыр ғой, сен 90-нан бері қарай шегеді ме? 90-нан дейін өмір сүр. Құдаларың да өте жақсы білетін кісілер екен, мен жақсы жерден қыз алып жатсың, мен маған соған қуанып отырмын. Сондықтан балалардың бақыты ашылсын, балаңыздың өмірі жүрлі болсын, бақытты болсын, үлкен шаңырақ иесі болсын. Тойға жиналған ағайын, бәріңізге осы ілік жілік болып осы тойға атсалысыңыздар. Көп рахмет. Бәріңізге жаңа Бәтес айтып жатыр ғой. Мен Төлебайдың жалғыз апасы Балбөпенің қызымын. Ал жаңағы Байғозы бөлегі батырмыз, шаңырақ көтеріп жатыр, шаңырағың шаттыққа толсын. Қосағың мен қосағар ұлағатты үлкен отбасы болып, сол қызық қуаныштарыңызды мынау анаңа, туғандарыңа көрсет, бізді сол қалмайтын болайық. Байғозылар ұмытып кетпесін бізді, апаларының көзі кетпесін. Ал келіп жатқан құдағилар танымайтын адам емес, мен исламға мен қан қашты бір торғайдың адамымыз ғой, білеміз. Той, мынау қуаныш екі жаққа ортақ қой, мынау Әлия да осы балаларды жеткізем деп. Енді бейнетсіз зейнет болмайды ғой, Әлия үлкен отбасын құрғызып балаларыңды жігіт болып семья қылып жатсың. Екі жаққа да бірдей болыңдар балалар. Екі жақтың да ата-аналарыңды сыйлай біліңдер. Тек қыз қуаныштарыңды ғана естейік. Ұлағатты үлкен семья болыңдар. Бұл тек жақсылықтарыңды көрейік біз. Ұлан ағамға тойған Байғозы Сымбат шамандан беріп бақытты болыңдар.
Ой, бәрекелді. Рахмет. Фотоға сол ендетіңіздер. Бәрекелді, мінекей жиендер қандай тамаша атлеттерін білдіріп жатыр. Бір тамаша бір суреттер сүйіктеп отыр. Ал енді мінекей маңында қандай тамаша атлеттер естіп жатыр. Енді мынау қонақтарымызға қарасақ бәрі де босап кеткен сияқты. Шамалы бұл көңілдірек билеп алайық деп осы сіздер тілектердің артынан бүгінгі әнші жігіттеріміздің орындауындағы тамаша жақсы әндерді қабылдаңыздар. Барлықтарыңыздар көңілдірек ортаға шығып билеп отырайық екен. Көңілдірек билейміз екен. Just
Ой, берекеті, рахмет. Қош отырып қойыңыздар, өздеріңізге тамаша не деген жақсы билер десейші. Берекеті, салықпан сатырлы естігесін, біз енді тілектерімізді шамалы топтастырып отырайық деп ойласып жатыр. Ал енді құрметті қонақтар, тілектерімізді жалғастыра айтады. Мынау айтады ғой, ағасы бардың, жағасы бар, әнесі бардың, тынысы бар дейді. Бүгінгі мінекей інілердің тойында бір тамаша ақ тілегін білдіруге келіп жатқан. Мынау айтады ғой, қайным деп жеңгесі жүр еркелете, ағаменен бебелеп сәнді кеште. Не де болса ортамызға шақырайық, сөз беріп ағасымен жеңгесіне дейді. Бүгінгі мінекей осы тойға келіп жатқан бір топ аға жеңгелері келіп отыр екен, сол кісілерге тек кезегін беріп қояйық. Аға жеңгелері Мәлік Шахарбану, Мықтыбек Баян, Қалыбек Азия, Қуаныш Айнаш, Қасқырбай Айтгүл, Арғын Күміс, Қуаныш Роза, Жамбыл Гүлнәр, Нұрлан Анар, Рүстем Айжан, Бақыт Ләззат дейді. Осы есім аталған бір топ аға жеңгелерімен қошеметпен ортақ шақпай әрекетіне қарапты. Келіңіздер. Аға жеңгелері ешкімде қалмаңыздар. Алдынан бүгінгі жастар некелерімен құттықтаймын. Семейде бақытты болыңдар. Құдалары келген қадамдарыңыз құтты болсын. Жастарға бақыт тілеймін. Құрметті той иелері, олар тойдан ұзағы болсын. Бүгінгі байғызды сыйлап, сәт некелер болсын, өмірде ақжол болсын, екі жаққа бірдей болыңыздар. Құрметті құдағылар, бәріміз білдір болсын, той қойыласыңыз. Ал мынау құрметті қалайық, күнгі әлемнің қуанышына ортақтасып, мынау Астана, Қостанай, мынау Торғай елден келіп жатқан сіздерге көп рахмет. Алдарыңыздан гүл кетсін, қуаныш сіздерде де бола берсін. Ал енді мен мынау Мәкең айтып өтті ғой, балалар алып келген жоқсы. Алып келудің басқасында мен де болғам.
әлия бауырларымда болып жатқан қуаныштарыңыз жағына болсын. Екі бала бақытты болсын. Тек саған қызығын көрсетерсің. Тойың той қыласа берсін. Алдыда мынау тойды томаңыз қабыл болсын. Алтайға жауабын көртейін алла толды. Әжексіз. Президенттің болсын. Семейді бақытты болды. Әрқашан тойды сақтап болсын. Адамдарыңызға көрсін. Бай болсын. Құрылған шағаттары бек болсын. Жаңа мынау жинап қойдым. Беріп жатқан қолдарына салып жатқан алтындар сол ғұмырларың ұзақ болсын деймін. Ешқашан ренжіспеңдер. Бақытты болыңдар.